Сөйтіп ана мәкен келген ғой енді осыдан 4-5 жыл бұрын әңгіме ғой. Осылай отырмыз деп бір кезде Эльмира осы отырысы да енді аға отырысы бір кезде соңында Эля ханым сіз осы асыранды емессіз. Қойды ол. Менің сөзі көп сөйлемейді. Менің сөзімді айттыңыз ғой дейді. Мен постоянно айтамын да. Сен что-то рандомда ауысып кеткенсің. ДНК тексеру керек. Тексересің копия. Өзің копиясы. Әмшеміз сағылдап күледі ғой, точно ешін, точно біздің құдашасы дейді да. Тірлік істемейді, қонақ болып келеді, қонақ болып келеді. Содан кейін Құдайға шүкір 4 жыл өтіп құдаша болып жүр ғой. Өзбекке келсеңші. Гүлнар. Бәріңізге рахмет. Рахметімді, алғысымды сөзбен жеткізе алмайын. Барларыңызға шүкір. Маманы сыйлап, әпшенің немересі, қызы деп сыйлап келіп отырсыздар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Мықты денсаулық тілеймін әрбіріңізге. Әрбіріңіздің отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың тек рахатын көріңіздер. Немере шөбере сүйіңіздер. Майтын әпшенің үйінде той болсын, Құдай қаласа. Құдайдың баласын үйлендіріп. Әрбір шаңырақта тек той болсын. Мәкенде сонау жақтан келіп отырып біздің енді туған інімден бір неден шықпасақ та туған ініміздей сыйласамыз. Екі қызы бар, алтындай келін қызметті кеше жасап жатыр. Біз ұйықтап жатырмыз. Өзі сағат 1-лерде Макенді қайтадан 3-те тұрып алып жүр, осы жерде зырлап. Өзі Астананың қызы демейсіз, тура осы Жетісайдың қызындай ғой. Біз ұйықтап жатырмыз, ол жүр тірлігіңізде бар. Қаскенттен өткен ғой. 3 мың қызды сен таңдап алдым деп айтамын ғой. Тірлігіміз тақалғанда ғой. Көлік жоқ әлі. Анамен жүрміз. Соны қиындай арасында ана көйлекті киіп қойдық қоямын. Сөйтіп бірақ ішіммен қиналып жүрмін да енді күнде мама түсіме кіреді. Мама да мені ойып тұрмайын, сәл жайғасып кешіп көрмей ғой сөйтіп. Мен үшін мен деп өмір сүрген кісі еді ғой. Менің қабағыма қарап мен ана қыздарға да сәл бүйтіп неғысам ойбай ашуландырмаңдар. Сол енді бір-біріміз үшін өмір сүріп келе жатқан адам еді. Сен бродягасың, сен 3 қызың бала шағаң қалай өскенін білмейсің білемін маған. Шүкір сол әжесі өсіріп бәрін. Маған барлығын бүйтіп дайындап кетті ғой, жан-жақты. Үйді де, бала шағаны да. Соны әйтеуір ары қарай абыроймен жалғастырсақ, қолымыздан келгенше. Сол барлықтарыңызға рахмет. Тойға келіңіздер. Әпшелер 4-күнге тек тойға келіңіздер. Барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызға тек той болсын. Әрдайым осы үйге осылар жақтыра ма, жақтырмай ма деген нәрсе ойларыңызда болмасын ол. Мына дастархан тұр ғой, ондай біздің жүрегіміз, қанымызда жоқ қой енді ол. Сіздерден келе жатқан адамбыз, ондай нәрсе қанымызда жоқ. Арамызда апа аман болсын әйтеуір. Сәл мазасын алып дегенде бәріміз, әсіресе ержүректілер кәдімгідей переживать етіп қояды ғой. Баруым керек, көруім керек деген өзінің аяғы ауырып, қожағын тәтелер бәрі неғып қалды. Қаншаға келсе де арамызда жүрген дұрыс. Берген жасын айтып. Сол қаныш көкен. Ауылда өстіп көшбасшы болып бәрімізді басқарып жүріңіз, аман болыңыз. Мама айтады ғой, сол әулеттің енді ары айтпай қойын. Сізді ерекше жақсы көретін еді ғой. Өзіңіз де білесіз, соны күйеу бала емес, не емес, туған інісіндей сыйласатын еді. Кеше сол тойымызды ашсын деп сізді ағамыздай сыйлап. Рахмет сізге. Құдалыққа кепті. Қуанып қалдым. Біреулер кісі ғой, ойбай құдалыққа кел демеді ғой деп өзімді екі адамдар айтты, сөйтіп сен деді ғой, қой деді. Шынымен келетін адам менің сөзіме қарамайды деді. Рахмет, бәріңізге рахмет. Сол үшін алып Алыңыздар жер. Жақсылап тұрып. дауысын сәл үстіп жіңішкелеу
Anam ömrüm kası. Ali bacın şey. Ali de kaç bir kayfa gibi. Жарай, жарай.